Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін қатпарлы қамырдан самса дайындаймыз. Ұнға салқын сары майды 4 бұрышты қылып кесіп салып, қолмен үгітеміз. Осылай толық үгітіп болғаннан кейін үстінен салқын суды, жұмыртқаны, қаймақты және тұзды салып, араластырып, қамыр қылып илейміз. Елеп болғаннан кейін пищевой пленкаға орап 40 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қырық минуттан кейін қамырымызды алып, жақсылап бұны қағылып жайып шығамыз. Қамырымызды жұқа қылып жайғаннан кейін сары маймен майлап, одан кейін рулет сияқты орап шығамыз. Рулет сияқты орап болғаннан кейін тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Енді ішіне салатын қоспамызды дайындаймыз. Ет, пияз және картоп. Мұның барлығында майда 4 бұрышты қылып турап шықтым. Енді осыған тұз саламыз, бұрыш саламыз, зира және кориандр дәміне қарай. Араластырамыз, осымен қоспамыз дайын болды. Қамырымызды 4-5 см етіп кесіп шығамыз және де видеодағыдай шайып шығамыз. Самсамызды өріп дайындап болғаннан кейін бетін жұмыртқаның сарысымен сылап шығамыз және де күнжут және мен тмин қостым. Тминді осылай сәндеп шығамын. Одан кейін қызып тұрған пеште 200 градуста 40-45 минут пісіріп аламын. Осымен самсамыз дайын. Менде 30 штук самса шықты. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.